Қайын ағамның шектен шыққан әрекеті. Мен бұл оқиғаны ұзақ уақыт бойы ешкімге айта алмадым. Айтуға ұялдым. Bir жағынан өзіме өзім мүмкін мен дұрыс түсінбеген шығармын деп жұбаттым. Екінші жағынан сол күнді есіме алған сайын жүрегім қысылып, бойымды қорқыныш билейтін. Бірақ уақыт өте келе бір нәрсені түсіндім. Ұят менікі емес еді. Мен тек үйдің ішін жинап жүрген әйел едім. Ал болған жағдайға жауапты адам өз шекарасын өзі бұзған адам. Күйеуім екеуміз үйленгенімізге бірнеше жыл болған. 2 баламыз бар. Күйеуімнің ағасы да біздің отбасымызға жақын еді. Ол мүгедектігіне байланысты көп нәрсеге өзі қиналатын. Сондықтан кейде мен оны бөлмесін жинап, тамағын апарып, керек-жарағын реттеп беретінмін. Мен оны қайын ағам ретінде ғана сыйлайтынмын. Ешқашан басқа ой келген емес. Сол күні әдеттегідей оның бөлмесіне кірдім. Аға, бөлмені жинап алайын дедім. Ол үндемей отырды. Мен терезені ашып, бөлмедегі заттарды реттей бастадым. Төсегін жинадым, киімдерін, еденді сүртуге кірістім. Үйде сол кезде басқа ешкім жоқ болатын. Күйеуім жұмыста еді. Балаларым анамның үйіне кеткен. Үй тым-тырыс. Мен жұмысыма беріліп жүргенмін. Сол кезде артымнан бір түрлі қозғалысты сездім. Бұрылып қарасам, қайын ағам маған жақындап қалған екен. Аға, не болды дедім таңырқап. Ол жауап бермеді. Мен қайтадан жинай бастағанымда ол менің жеке шекарамнан өтуге тырысты. Мен бірден шегініп кеттім. Тоқтаңыз, даусым дірілдеп кетті. Ол болса жағдайды жеңіл нәрсе сияқты көрсетуге тырысты. Қорықпа, ешкім білмейді. Сол сөзді естігенде денем мұздап кеткендей болды. Ешкім білмейді. Демек оның өзі де не істеп тұрғанын, дұрыс емес екенін түсінген жоқ. Мен есікке қарай шегіндім. Сіз не істеп жатырсыз? Ол тағы жақындауға тырысты. Мен бар күшіммен тоқтаңыз деп айқайладым. Сол сәтте бойымдағы қорқыныш ашуға айналды. Есікті ашып бөлмеден шығып кеттім. Қолым қалтырап тұр. Телефонымды іздеп бірден күйеуіме қоңырау шалғым келді. Бірақ саусақтарым телефонды дұрыс ұстай алмай дірілдеді. Бірнеше секундтан кейін күйеуім телефонды көтерді. Я, не болды? Мен сөйлей алмадым. Әй, не болды саған? Сол кезде көзімнен жас шығып кетті. Үйге тез келші. Не болды? Тез келші. Мен жалғыз қалғым келмейді. Күйеуім менің даусымнан бір нәрсенің болғанын түсінді. Қазір барамын. Ол келгенше мен үйдің сыртында отырдым. Ішке кіргім келмеді. Бірнеше минуттан кейін күйеуім жетті. Мені көргенде бірден не болды деді. Мен оған бәрін айтып бердім. Басында күйеуім үнсіз тұрды. Мен оның ашуланатынын күттім. Бірақ ол бірден ештеңе айта алмады. Сосын, сен нақты айтып тұрсың ба деді. Бұл сұрақ маған ауыр тиді. Мен саған өтірік айтып отырмын деп ойлайсың ба? Жоқ, мен сенің ағаңды жамандау үшін айтып тұрған жоқпын. Мен қорқып кеттім. Ол мені жалғыз қалғанымды пайдаланып шектен шықты. Күйеуім басын төмен түсірді. Оның жүзі өзгеріп кеткенін көрдім. Мен кешірім сұраймын деді ол ақырын. Сенің кешірім сұрайтының жөнің жоқ. Бірақ мен сенен бір нәрсе сұраймын. Не? Маған сен. Ол үндемеді. Біраздан соң қолымнан ұстап, мен саған сенемін деді. Сол сөзді естігенде ғана ішімдегі бір түйін босап кеткендей болды. Бірақ мәселе мұнымен аяқталған жоқ. Күйеуім ағасының бөлмесіне кіріп, онымен сөйлесті. Мен сыртта тұрдым. Іште дауыс көтерілгенін естідім. Сен оған қалай жақындай аласың? Қайнаған бір нәрсе айтып ақталуға тырысты. Мен ештеңе істеген жоқпын. Менің әйелім көз жасын көрдің бе? Үй іші үнсіз қалды. Сол сәтте мен бір нәрсені түсіндім. Кейде адам жасаған ісін мойындаудан бұрын оны кішірейтіп көрсетуге тырысады. Ештеңе болған жоқ. Өзі дұрыс түсінбеді, әзіл еді. Бірақ жәбір көрген адам үшін ол әзіл болмайды, ол қорқыныш,
ол сенің сеніміңді сындыруы, ол адамның өз үйінде өзін қауіпсіз сезіне алмай қалуы. Сол күннен кейін мен қайын ағаммен жалғыз қалмадым. Оның бөлмесіне де жалғыз кірмедім. Күйеуім де бұл жағдайды отбасының ішінде жасырып қалмай үлкендерге айтты. Алғашында кейбір адамдар отбасының берекесін бұзбай-ақ қойыңдар. Ол онсыз да ауру адам ғой, бәлкім сен дұрыс түсінбеген шығарсың деді. Мен олардың сөзін естіген сайын ішім өртенді. Мен бір күні дастархан басына бәріне қарап, оның мүгедектігі оған басқа адамның шекарасын бұзуға құқық бермейді дедім. Бөлме іші тып-тыныш болып қалды. Мен ешкімнің өмірін бұзғым келмейді. Мен тек өзімнің қауіпсіздігімді қорғағым келеді. Егер мен үндемесем, ертең басқа бір әйел дәл осындай жағдайда тап болуы мүмкін. Ешкім жауап бере алмады. Бірнеше апта өтті. Мен біртіндеп өз-өзіме келе бастадым, бірақ бұрынғыдай емін-еркін бола алмадым. Біреу артымнан жақындаса, селк ете қалатынмын. Үйде жалғыз қалсам, есікті бірнеше рет тексеретінмін. Кейде еш себепсіз жүрегім дүрсілдеп кететін. Сонда күйеуім қасыма келіп, сен кінәлі емессің дейтін. Осы 4 сөз маған көп көмектесті. Сен кінәлі емессің. Мен осыны өзіме күн сайын қайталай бастадым. Мен оның бөлмесін жинауға бардым. Мен оған сендім. Мен жаман нәрсе жасаған жоқпын. Мен шекарамды бұзған ол. Сондықтан ұялатын да, ақталатын да мен емес едім. Бір күні айна алдына қарап ұзақ тұрдым. Бұрынғы өзімді көргендей болдым. Бірақ бір нәрсе өзгеріпті. Мен бұрын бәріне ыңғайлы болуға тырысатынмын. Жұрт не дейді, отбасы бұзылып кетпей ме, біреудің көңіліне тимеймін. Енді түсіндім. Өз қауіпсіздігің мен ар-намысыңды қорғау ешкімге жасалған қиянат емес. Сол күннен бастап мен бір шешім қабылдадым. Егер біреу менің шекарамнан өтсе, мен үндемей қалмаймын. Қандай болса да, қайын ағам болсын, туысым болсын, бөтен адам болсын, өйткені туыстық шекараны бұзуға рұқсат емес. Ол үнсіздік болған нәрсені дұрыс қылып жібермейді. Мен ол күнді ешқашан ұмытпаймын. Бірақ енді сол күн менің өмірімді басқармайды. Мен қорықтым, жыладым, сынғандай болдым. Бірақ соңында өз даусымды қайта таптым. Ең бастысы, мен үндемей қалмадым.